Қазақта бас ұстаған үлкендер балаларға құлақ беретін салт ертеден бар. Қонақтарға ет тартылып, дастарханға бата жасалған соң, бас ұстаған қария бастың езуінен бір кесіп, өзі ауыз тиеді де, оң құлағын сол үйдің кіші баласына береді. Жақсы сөзге құлағың үйір, сақ құлақ бол. Аталы сөзді аттап өтпейтін, атпал азамат бол деген секілді тілек айтады. Мұның тәлім-тәрбиелік мәні бар. Ылғи қариялардың қолынан дәм татып, өнегелі сөздерін естіп баталы болып өскен бала үлкенді сыйлайтын, сөз қадірін, сөз мәйегін түсінетін, ұғымтал болуға құлшынады. Халқымыз небір қасіретті қиын замандарды бастан кешірсе де, балаға сергек сезім, сенім ұялататын құлақ беру дәстүрін жалғастырып келеді. Қаланың асыра мәдениетті балалары құлақ жемегенімен, ауыл баласы аталардан әлі күнге дейін құлақ күтіп елеңдеп тұрады. Әйтеуір қазақ иесі бар. Осы құлақ беруге орай ауылдағы қайнымның үйінде қонақтықта болған бір көрініс есіме түсіп отыр. Сол отырыста ауданның әжептәуір атқамінерінің алдына бас тартылды. Ол қасында отырған келіншекке ауылымыздан тек жақсы сөз естіп қайтыңыз деп құлақ ұсынды. Келіншек облыстық бір мекеменің бастығы еді. Сол сәтте ешқайсысымыз осыны қиғаш көрмедік. Сонда үлкен әжесінің тізесін баса отырған қайнымның 6 жасар қағылез ұлы: «Аға, құлақ бұрыннан менің сыбағам, тәтеге тіл беріңіз, сізді мақтап қайтады» демесі бар ма? Кіп-кішкентай баланың ондыққа дөп тигізген мынандай өткір сөзін естігенде алғашында дымымыз шықпай қалды. Содан кейін ұялған тек тұрмас дегендей амалсыздан жаппай күлкіге бастық. Тіпті айтар сөз жоқ. Әдетте жас балалар үлкеннің ісіне, не сөзіне ортадан келіксе, тектеп тастайтын ересектер бұл жолы ешбір уәж айтпады. Үйреншікті әдетімен құлақ күтіп отырған бала сыбағасының сырғып кеткеніне шыдамаса керек. Үлкеннің білместігін бетіне басқандай, бадырайтып айтқанын ешкім айып көрмеді, қайта жөн санады. Сол отырысқа қатынасқандар өзге халықта кездеспейтін қазақтың осы бір кішкене салтын қайтып ұмытпастай сабақ алғаны анық. Бас атаңның сыбағасы, жамбас қазақ жолы дейтін халқымыз жасы мен жолы үлкен ақсақалдардың алдына бас тартып сыйлайды. Бас ұстаған кісі оны жалғыз өзі мүжіп, өзі ғана жемейді. Дастархандас отырғандарға да үлестіріп, ауыз тигізеді. Таңдай беру салты сол үлестірудің балаларға арналған кәдесі. Бас ұстаған қария таңдайдың сыртқы қатқылдау қабыршағын тазалап, ұл болсын, қыз болсын өзі қалаған балаға ұсынады. Ұсынады дегенде жай бере салмайды. Таңдай алушының алақанын ашқызып, көмекейін көсілген әнші бол, сөз қадірін білетін ділмар бол деп ашылған алақанға таңдайды ұрып береді. Сол кезде бала оны шапшаңдықпен шап беріп ұстауы керек. Таңдай берудің жөн жобасы осы. Бұл салт жеткіншектерді сөз өнері мен ән жырға деген ықыласын аударып қанаттандырады. Зердесіне сенім сіңіріп, өнерлі болуға талпындырады. Балаларға құлақ беру, таңдай беру секілді кең тараған салттармен қатар тұрмаса да, тіл жегізу, көз жегізу деген арнайы ырымдарда болған. Өмірдің бел-белесінен өткен парасатты қариялардың сыншы көзі қайсы бір жасөспірімнің бойынан өзгеше қарым-қабілетті, жанарынан жалындаған отты байқағанда: «Қарағым, әділет шындықты парықтай білетін көреген бол, айналаңды алаламайтын көргенді көсем бол» дегендей тілек айтып, бастың екі көзін бірдей береді. Көзді көбінесе үлкендер өздері жейді, әрі екі көзді екі адамға бермейді. Ала көз араз болып қалады, туралықтан тайып кетеді дейтін тыйым бар. Тіл жегізу ырымы да кез келген балаға бұйырмайды. Тәлімгер қариялардың ықыласы пейілі түскен балаға берілетін сый-сыбаға деуге болады. Мұның да өз жөн жоралғысы бар. Тілінің ұшымен жалған сөйлемесін, тіл ұшымен оңай айта салатын жел сөзден аулақ болсын деп тілдің ішкір ұшын кесіп тастайды. Айтар ойы көмейіне кептеліп тұтықпасын деп тілді көмекейінен ажыратады. Содан кейін ғана балаға береді. Өнер алды қызыл тіл деген: тілді жақты шешен бол, тіліңді таза сақта, тілің ел жұртыңа қызмет етсін деген секілді бата тілектерді айтады. Назар аудара қарасаңыз, жоғарыдағы ырымдар баланың рухани санасын сілкінтіп, ой салады. Өзіне деген сенім күшін күшейтіп, жақсылықтарға жетелейді. Бір қарағанда қарапайым көрінгенімен, бұл ырымдарда ұлттық өнеге, қазақи әдемі тәрбие жатыр.